көбінесе ұстаздар солай жұмыс жасайды. Бізде өзіміздің қазақ тілі жұмыс түскі 3-те жетесіздер. 3-те жеткен соң Мекке мен Джидданың арасы 40-60 метр. Барғанда сол киноға жайғастырады. Бізде 4 күннен кейін документальный жұмыс жасаймыз. Ол ВОКО, Илак-Парк. Бізде экскурсияға уже таңнан келіп болады. Енді главный қойшылық қой бұл жерде, да? Әрине. Сіздердің бар бағыттарыңызда сколько уақыт Стамбулда 2,5 сағат, и Джиддаға уже түскі 3-те жетесіздер. Оның договор міне жақта жатыр, мына қараңыздар. Далада просто так жатыр. Сіздер білмейсіздер, қараңыздар, қаншама адамдар әлі білмей осыларға сеніп. Қараңыздар, 11 миллион төлегендер бар. Қанша мынау қанша деп тұр? Жоқ. Номерлерге қараңыздар. Шәкен Нұрислам мына жерде. Мына кісілер егер білмейтін болсаңыздар, Қазақ Тревелдан ұшайын деп жатқан, Умраға ұшайын деп жатқан жандар болса, қараңыз, бүткіл документтер, бүткіл договорлар мына жерде просто так мусор болып жатыр. Ешқандай жұмыстан атқан жоқ. Бұл жерде отырып алып просто так ақша жасаған. Мына жерде құжаттар жатыр адамдардың. Компьютерлер тұр, енді не қалған компьютерлер екен білмеймін. Қараңыздар, қаншама адам осы жерде отырып, жаңағы Инстаграмды жүргізіп, Құдайдың заттарын қойып, мына жерде қараңыздар. Міне номерлер. Міне заттар, дұғада табыну дейді, мынау жаңа қыздардың заттары. Қараңыздар. Мына жерде еще адамдарды, қараңыздар, қаншама адамның планын жасып қойған, алып кетеміз деп. Мына жақта да бар ма? Мына жерде отырды, жаңа келіншегімен ба, біреумен отырды. Еще нелер тұр, қараңыздар, міне. Шәуілдің пайдасы дейді, мына жерде осыларды сабақ беріп өздерінше өтіріп. Осылай алданып қалмаңыздар. Қайсы? Мына бала ғой, Міне, міне мынаның баласы, Мынаның баласы Данияр деген жігіт бізден ақша алды. Осы жердің директоры, міне, аты Имашев. Міне, Имашев Данияр Балғынбек ұлы. Ал кімнің баласы? Бұл кімнің баласы? Ойлақ барыңыздар. Біз сеніп жүрген осындай мықты, Қазақстанымызға танымал, еліміздің қалаушысы, ақын мырзамыздың ұлы осындай алаяқтық жасап отыр. Сақ болыңыздар. 100 жылыдан қорқыт деген осы ғой. Жылтырағының бәрі алтын емес, сондықтан сақ болыңыздар. Достар, просто айтатыным осы енді. Ладно, біз алданып қалдық. Бізден кейін алданып қалмаңыздар. Біз қолымыздан келген жасаймыз, нараңыздар. Міне, мынау осындай әдемі. Алланың заттарының барлығы тұрып, алданып қалмаңыздар. Сіздің атыңыз кім? Мен Азамат бат. Қай жақтан келіп тұрсыз? Мен жалпы осы Алматыдан. Алматыдан? Өзіңіз ұшайын деп едіңіз ба? Өзім ұшайын дедім. Сіз қашан ұшайын деп едіңіз? 22-сі мен 29-шы наурыздың арасында ұшу керек болдым. Бірақ белгілі жағдайда олар перенос деді, бір нәрсе депті. Маған мен айттым, возврат жасаймын деп айттым. Олар айтты, 2-3 күннің ішінде қайтарып беремін деді. И потом сосын обещаниялар көп болып кетті де, басқа қалжыларымызға ақша жетпей жатыр, сондай мындай 2 аптаның ішінде қайтарамыз деді. Қазір Данияр деген жігіт қой негізі басшысы. Сіз атыңыз кім? Берікұлы Азамат. Берікұлы Азамат. Қазір мына жерде біз енді барлығын қарастырып жатырмыз ғой. Бұл жалғыз мен 10 адам, тағы да жаңа 10 адаммен келіп кетті да, не істей аламыз деген сияқты. Енді біз милицияны 1 сағат бұрын шақырдық, 1 сағат осы жерде жүрміз, офис ашық тұр. И мына жерде біз жаңа Инстаграм көрсеттіңізші, қараңызшы. Директоры Имашев Данияр Балғынбекұлы екен да? Имашев таныс емес па сіздерге? И біз Қазақ Тревелді ашып қарасақ, бұл жерде Имашев біздің ақын ағамыз. Саламатсыз ба? Сіз де кету керексіз? Мен не алып жүрмін? Не алып жүрмін? Умраға кетейін деп едім. Сіздер де ма? Бізде 10 адам. 10 адамға алып қойып бердіңіздер? Қашан қосады деп еді? Енді қайда барам? Ескі милицияға. Сіздерге де не ұшпайсыздар деп жатыр ма? Не, Имашев деген менде жатырмын ма? Сен білмейсіңдер. Көбді қалып кетті дейді. Көбді да бәрі. Қолыңыздан ешкім жоқ үшін. Қош қасқа. Жүрегіңіз деп отыр. Мен қазір милиция шақырып қойдым. Қайда шығып? Енді қайттық. Біз 42 адамбыз вообще. Қарасаңда сәл нәрсеге мына ақша деген не істетпейді дегенде әкесінің қаншама елдің алдында енді ел ғой әкесін көтеріп отырған, ал ұрпағы елді алдап отыр. Түсініп тұрсыздар ма? Әкесін көтерген елді алдап отыр. Қаншама абыройын қазір түсіріп отыр. Ол кісінің қатысы бар деп мен ешқандай бүйтіп кесіп айта алмаймын. Дегенмен де ұлының не істеп жатырғанынан хабары бар ма екен? Елдің осылай зар болып өстіп офис жағалап жүргенінен хабары бар ма екен?
бұл жерде үй аламын деп емес, квартира аламын деп емес, адамдар 10 миллиондап, 30 миллиондап Аллахтың алдында құлшылығынан, парызынан құтылып келемін деп өзінің ақшасын салып жатқанынан хабар бар ма екен, соны алданып жатқанынан? Біз 3-ші рет звондап жатырмыз. Даусын баса тұр, Маржан? 1 сағат болды, біз милиция шақырдық, 2-ші рет звондадық, тағы шақырдық, әлі жоқ. 1 сағаттан көп болды отырғанымызға, 2 сағатқа жақындап қалды, әлі жоқ. Неге? Не үшін милиция келмей жатыр? Бұл жерде бізге бірдеңе болып жатқан шығар, жағдайымызды айтып жатырмыз, қанша халық жиналып жатыр деп жатырмыз, жаңа 5 адамымыз келіп кетті, мына жақта әлі отырмыз, біздің де уақытымыз жоқ. Мысалға да милицияның жұмысы не? Халықты қорғау емес па? Осы халықтан қорғау емес пе? Енді мынау алданып жатқан адамдарды қорғау не обязательно өлу керек па? Бір адам мысалға 10 миллион үшін өліп те кетуі мүмкін мына жерде. Жалпы мен негізінде эфирда болған жағдайларды талқылап сториске салмайтынмын негізінде, бірақтан бүгін шыны керек шығып айтқым келіп тұр сәл-пәл. Себебі қалай айтсам болады, жалпы өмірде двуличный адамдар болады екен шыны керек. И мен сол нәрсені енді қалай айтсам болады, бүйтіп түртіп алдым десем болады. Бір ойлайсың ғой, бір қош деп приколмен деп мен көп нәрсені бүйтіп күліп ойнап сөйтіп өткізіп жіберемін. Даже адамға мен ренжісем де бір ол адам келіп маған сөйлеп, былай ішіндегісін айтып, кешірім сұрап тұрып, болмаса бір ағын жарылып тұрса, мен көп ұзаққа бара алмаймын да, бедам. Жарайды деп күліп ойнап кетемін, әлі сөйлесіп кетемін, арам ойым болмайды, бірақ мә бар ғой, оказывается, сен арам ойламауың, наоборот, арам ойлау керек сияқты негізі. Енді солай болады менде. Арам ойлаймын, бірдеңе деп сөйлеп тұрам, все, менде уже автоматически арам ой қосылатын болады. Все, значит, мына адам не то деген сияқты. Болды.